Ассалаумағалейкум достар, сіздермен лайфхак кезет арнасы. Бүгін біздер керемет лайфхак түсіретін боламыз. Лайфхак болғанда бұл телефонға арналған, телефонның экранын, яғни айфонның экранын қалай видеоға басу жайлы. Ол үшін ешқандай программа керек жоқ. Тек қана iOS 11 болса болды. App Store-ға да кірмейсіздер. Тек қана настройканы басамыз. Содан соң астына түсеміз. Мына жерде пункт управления деген бар, соны таңдаймыз. Мына жерде доступ в программах пен настройка элемент управления деген бар, соны таңдаймыз екіншіні. Мына жерде включить деген жерде, мына астын ашқанда тұрады, солар бар, фонарик, калькулятор деген нелер, соны өшіріп қоса аласыздар. Мына жерде заметкенің қасында тұрады, запись экран деген, соны плюс етіп таңдаймыз. Мінекей, мына диктофонның астында тұрады, соны плюс етіп қосып қоямыз. Мына астын ашатын болсаңыз, бүйтіп ашасыз, сол жерде мына қызыл жанып өшіп тұр менде, сіздерде де дәл солай болады. Соны бассаңыз қосылады, бассаңыз қайтадан өшеді. Осылай енді өшіру үшін минусты басасыз, өшеді. Мінекей. Енді бұл қайда сақталады десеңіздер, бұл фотода сақталатын болады. Өзіміздің мына суреттер түсіретін фотода сақталып қалатын болады. Сіздермен болған лайфхак кезет арнасы, арнаға жазылып, достарыңызды шақыруды ұмытпаңыздар. Және де лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар.